қараңдар. Балалар, қазір бізде қазақ тілі сабағы. Сабаққа бәріміз де дайынбыз ба? Иә. Ендеше сабағымызды бастайық. Қайырлы таң болсын, қайырлы күн болсын, бүгінгі күніміз үшін сәттілікке болсын. Тамаша балалар. Енді балалар, сабақтағы біздің ережемізді еске түсірейікші. Сабақта біз бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты да жауап береміз. Жарайсыңдар. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып баға аламыз. Жарайсыңдар балалар. Өткен тақырыптарды біз қазір қайталайық, иә? Санжар айта қойшы. Зат есім дегеніміз не? Атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Кім, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, мұғалім, кім? Мұғалім. Зат есімнің қандай түрлерін білеміз, Нұрбек? жалпы есім. Жарайсың. Жалпы есім дегеніміз не? Жалпы есімдер жер, су атаулары, адамның бас әріптері жазылады. Мысалы, Саржар, Алатау. Олар қалай жазылады? Бас әріппен жазылады. Жарайсың. Нұрәділ, күрделі сөз дегеніміз не? Екі не одан да көпті бірден жасалған сөздерді күрделі сөзді атаймыз. Мысалы, Ақтөбе, Көкшетау. Жарайсың. Өте жақсы. Әлия, көпті жалғыларынан айтып берші. Жарайсың. Отыра қой. Жалтая, етістік дегеніміз не? Етістік Заттың қимылын, әрекетін білдіреді. Білдіретін сөздерді Етістік дейміз. Мысалы, етістіктерге не істеді, жүгірді, секірді, Жарайсың. Алина, мәтіннің неше түрін білеміз? мәтіннің 3 түрі бар. Қандай? Сипаттау, пайымдау, өзгерту. Және әңгімелеу. Жарайсың, Алина. Менің қолымдағы суреттерден ала қойыңдар. Кез келген ала қойыңдар. Балалар, кім деген сұраққа жауап беретін? Сұраққа жауап беретін сөздер, суреттер мына жаққа жиналсын. Не деген сұраққа жауап беретін суреттер екінші топқа жиналсын. Келе ойындар, орнымызда отырамыз. Кім бірінші топ, не екінші топ болатында? Өзіміз бағалаймыз. Мен сендердің алдарына қазір өзін-өзі бағалау парағын таратып беремін. Қазір түсіндіремін. Балалар, бұл өзін-өзі бағалау парағында мына жерге өздерінің аты жөндерін жазасыңдар. Жақсы ма? Одан кейін қараңдар балалар, бағдаршам әдісі арқылы қандай түстер тұр? Жасыл түс, сары түс және қызыл түс. Мына жерде тапсырмалардың тізбегі тұр. Егер бірінші тапсырманы орындаған сәтте, егер біз ол тапсырманы түсінетін болсақ, онда жасылдың астына сызықша қоямыз. Жақсы ма? Егер түсінбесек, онда қызылдың астына қоямыз. Егер жартылай түсінсек, онда сарының астына қоямыз. Жақсы ма? Ертеде қазақ тілі елінде, зат есім деген жерінде, септік деген шал болсын, өте бай, өте дәулетті тұрған екен бала. Бұл кісінің 7 баласы болған екен. Сөйтіп бір жылдары жаңағы септік деген шалдың елінде ашаршылық болған екен бала. Сөйтіп жаңағы ашаршылық шалдың да үйіне келіп жеткен екен. Сөйтіп жаңағы оның үлкен баласы атау қайтыс болады. Сонда жаңағы септік қатты қынжылып, қатты ренжіп, не істедім деп жылаған екен балалар. Қандай баласы қайтыс болды? Атау септік деген баласы қайтыс болды екен, иә? Біз оны тақтаға жазып қояйық. Хан не деп жылады?
Не деп қырылды? Не істедім деп жылады, иә? Неше бұны сұрағымды жанына қойып қояйық. Содан біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы екінші баласы ілік те қайтыс болған екен. Жаңағы шал одан әрмен жаңағы қынжылып жылап, ненің зияны, кімнің көзі тиді екен деп қатты жылаған екен бала. Қандай баласы қайтыс болды? Ілік баласы, ілік септі иә? Қандай сұрақ қойды өзіне өзі жаңағы шал? Кімнің, ненің, кімнің көзі тиді, иә? Ненің зияны тиді деп жылаған екен сонда. Кімнің, ненің? Содан біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы шалдың үшінші баласы Барыс атты ұлы дүниеден өткен екен бала. Сонда шал тағы да жаңағы қатты жылап, жоқтап айтып, былай деп айтқан екен. Кімге айтып жылайын, неге ғана қайтыс болды екен деп жаңағы қатты жылаған екен бала. Қандай баласы қайтыс болды? Барыс екен, иә. Қандай сұрақ қойылды балалар? Кімге барайын, неге барайын деп Барыс септігі. Кімге, неге? Содан тағы да біраз өткеннен кейін оның жаңағы септік шал Табыс атты ұлынан да айырылып қалған екен. Сол кезде ол да баласын тағы да жоқтап, нені айтып, кімді қарғайын деп жаңағы қатты жылаған екен бала. Енді төртінші баласы қайтыс болады? Табыс септігі, иә? Қандай сұрақ қойды өзіне өзі? Кімді, нені деп сұрақ қойған екен. Жарайсыңдар бала. Кімді, нені? Күндер өткеннен кейін енді оның Жалғыз атты ұлы да аштықтан өлгенде ол жаңағы неде, кімде екен себебі де тағы да қатты жылаған екен. Осы жолы қай баласы қайтыс болады? Табыс септі. Қандай сұрақ қояды ол өзіне? Неде деп айтады екен. Жарайсыңдар олар. Кімде, неде? Сөйтіп жаңағы бір күні жаңағы Ашаршылық Шығыс атты ұлына жеткенде қайтыс болғанда неден қайтыс болды, кімнен сені сұраймын деп жаңағы қатты тағы да жылаған екен. Бұл жолы Шығыс септі баласы қайтыс болып қандай сұрақ қояды? Кімнен, және неден деген сұрақ қойған екен. Енді соңғы жетінші баласына да жаңағы дүниеден озған екен. Жетінші баласы көмектес қайтыс болғанда ол тағы да қатты жылап, кіммен өмір сүремін, немен енді шұғылданамын деп жаңағы қатты жылаған екен бала. Сонда соңғы баласының аты кім? Көмектес септігі. Оған қалай деп, не деп жылады? Кіммен өмір сүремін, немен шұғылданамын деп деді, яғни кіммен және немен балалар. Жарайсыңдар балалар. Сөйтіп міне осылай септік шалдың жеті баласы да қайтыс болған екен. Балалар, енді тақтаға қарайықшы бәрімізде. Адият, Санжар, қарай қойды. Қараңдар балалар. Қайтарайықшы бәріміз бірге. Ілік септік, кімнің, ненің, барыс септік, кімге, неге, табыс септік, кімді, ненің, жатыс септік, кімде, неде, шығыс септік, кімнен, неден, көмектес септік, кімнен, немен, Балалар, енді осыдан қарап отырып, балалар, жаңағы септіктер мен жаңағы сұрақтарына қарап отырып, қандай анықтама шығарып алуға болады? Ойлаңдаршы қане. Қазақ тілінде не бар? Не бар қазақ тілінде? Не бар қазақ тілінде? Неше септіктер бар? 7 септіктер бар. Қандай?
Қазақ тілінде балалар 7 септік бар екен. Біз келесі сабақтарда әр септіктерге тоқталады екенбіз. Яғни балалар, біз сіздермен бүгінгі сабақта 7 септіктермен танысамыз, олардың жалғауларымен танысамыз, олардың жалғауларын бір-бірінен ажырата алады екенбіз. Жақсы ма? Жақсы. Ендеше балалар, міне сендерде әр септіктің сұрақтары тұр, иә? Ендеше қазір мен әр топқа балалар 2 сөз беремін. Ана және тау. Сендер бәрін бірлесіп отырып, бұны істейміз, септейміз. Міне, бірге отырып балалар. Бірге. Кім жазып тұр? Біреуін жазып отырмын, қалғандарын айтып көмектесіп отырамыз. Жақсы ма? Сендерге ана. Балалар жазғанда атау септікті А, С деп қысқартып жаза беріңдер. Жақсы ма? С, Б, С деп. Кім жазады? Жасайшы. Сендер айтып. Енді өздеріңді тағы бағалаймыз. Осы мына тапсырмада қаншалық түсіндіңдер. Егер жазылып түсінсек, жазылып түстің астына қоямыз. Орташа түсінсек, сары түстің астына. Егер түсінбесек, онда қызыл түстің астына қоямыз. Келесі тапсырма балалар. 2 топқа 2 ертегі. Осы 2 ертегі бойынша 3-4 сөйлемнен құрастыратын мәтін құрап жазу керексіңдер. Ішінен септіктерді тауып, септік жалғауында тұрған сөздерді тауып, астын сызамыз. Келістік пе? Сендерде қандай ертегі? Бізде бауырсақ. Бауырсақ ертегісі. Сендерде? Қалқан ертегісі. Балалар болдық па? Болды, е? Ал бірінші топтан бастайық балалар. Сендерде қандай ертегі? Қалқан ертегісі. Құрадық па? Қане құрағандарын. Ал кім оқиды? Нұрадүл оқи ғой. Ерте-ертеде шал мен кемпір болыпты. Олар бақшаға шалқан отырғызды. Шалқан үлкен болып өседі. Шалқан үлкен болып өседі. Жарайсыңдар балалар. Бар ма ішінде септік жалғауында тұрған сөздер? Ал Алинаға берейік. Алина оқи қойсын. Алина, қандай сөздер бар? Қандай сөздер бар? Олар. Сұрақ қойып, қандай септікте тұр? Атау септік. Арман қарай. Тағы. Бақшаға. Сұрақ қойып. Қайда? Бақшаға. Қандай септікте? Бар септікте. Так. Нұрбекке берейік. Нұрбек. Арман тағы. Шал атаусыпты, кемпір атаусыпты. Жақсы, өте жақсы жарайсың. Бар ма тағы? Шалқан атаусыпты. Шалқан атаусыпты. Жарайсыңдар. Ал кеттік екінші топта. Екінші топта бізде бауырсақ ертегі жазып бар. Кімнен бастаймыз? Ерте-ертеде ата мен әже болыпты. Олар бауырсақ пісіріп, терезеге қояды. Бауырсақ олардан қашып кетеді. Жарайсыңдар. Ал ішінде бар ма екен? Септік жалғауындағы сөздер? Атаусыпты, әже атаусыпты. Әже деген сөзге сұрақ қойшы. Әже кім? Кім? Әже. Так, жарайсың. Жансая. Олар атаусыпты. Бауырсақ атаусыпты. Олардан. Қандай септік? Олардан кімнен? Кімнен? Олардан қай септік? Шығыс. Шығыс септік.
Бар ма тағы? Терезеге Бары септік. бар септік тағы да бар ма? Айтып берейік. Бар ма тағы айтылмаған? Бауырсақ. Бауырсақ. Бауырсақ қандай септік? Айя? Қандай септік? Алтау септік. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы. Тамаша балалар. Енді балалар, біз тапсырманы орындап болдық, иә? Біз жұп топпен бірге жұмыс істедік. Солай ма? Сол себепті енді балалар, біз өзін-өзі парағын бір-бірімізге берейік. Так, Нұрбек қайда? Так, мысалы, Алина сен Нұраділді көрдің қалай жұмыс істегенін, иә? Нұрбек сен Алинаны көрдің. Сен қандай баға қоя келдіңдер? Екінші топ сендер де сол сияқты ғой. Айда, сен қайда? Так, Адияттікін Жансая, Жансаяныкін Санжар, Санжардыкін Адият. Бір-біріңді бағалайық балалар. Жаңа бірлесіп жұмыс істедік қой, көрдік қой кімнің қалай жұмыс істегенін. Ал, қоя қойыңдар. Ендеше қасиетті жаттығуын өткізуге балалар, мен ақылды баламын. Яғни әрқайсының қазір балалар өздерінің аттарының есімдерін атап, қандай жақсы қасиеттерің бар, айтып шығайық. 5 секунд уақыт бере ойлануға. Өзінде қандай жақсы қасиет бар? Ал бір мақтайық өзімізді. Ал бастайық. Алина. Мен өте көңілді жарайсың. Нұрбек. Жарайсың. Өте тамаша. Нұраділ. Менің атым Нұраділ. Мен футбол жақсы көремін. Мен оқыпты баламын. Оқыпты баламын. Өте тамаша. Адият. Мен ақылды баламын. Өте тамаша. Жарайсың. Жансая. Не айта аласың өзің туралы? Мен Жансаямын. Мен биді жақсы көремін. Өте тамаша. Санжар болсын. Менің атым Санжар. Мен футбол өте жақсы көремін. Мен сабақтарды жақсы көремін. Тамаша. Отыра ғой. Отыра ғой. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма балалар бізде. Мен қазір сендердің қолдарынан көбелектерді беремін. Бізде еще бар. Артық қалды. Кімге керек? Нұраділге керек. Балалар, мен сендердің қолдарына көбелектерді бердім. Көбелек нені жақсы көреді? Гүлдерді жақсы көреді. Енді әр көбелектің артында балалар септік сұрақтары жазылған. Қараңдаршы, артын. Бар ма? Бар. Енді гүлді, көбелекті өз гүліне қондыр дейді. Яғни балалар артындағы сұрағын оқып, сол бойынша мына жерде гүлге әкеліп қондыру керекпіз. Кімнен бастаймыз? Ал Нұрбек отыр ғой. Кімде неде? Қай септіктің сұрағы? Жатты септік дұрыс па балалар? Дұрыс. Келе ғой. Тапсыра ғой. Мына жерде жатты септігінің гүлін тауып ал. Ортасына жазылып тұр. Жатты септік atın mı? Aha. Тамаша. Келесі кімді? Мен. Келе ғой. Кімді? Нені. Кімді? Нені. Қай септік? Табыс. Жарайсың, отыра ғой. Так, келесі кімді? Санжар. Кімнің ненің? Қай септіктің сұрағы? Кімнің ненің? Кімнің ненің? Көмектес септік пе?
септігі әрине септігі ма жапсыра ғой. Келесі кімдай? Адият шыға ғой, оқы ғой. Оқы ғой да сұрағын. Кімнен неден? Қай септігі де? Шығыс септігі жарайсың. Ма, жапсырағын әдет. Так, кім қалды бізде? Жансая, келе ғой Жансая. Оқы ғой. Кімнен? Кімнен? Ата, септік әрине. Және қалды бізде? Нұрадың қалды, е? Кіммен, немен? Кім қалады? Кіммен, немен? Кіммен, немен? Қай септік? Көмектесіп. Көмектес септік жарайсың. Дұрыс па болады? Өте жақсы. Жапсыра ғой. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз өз мәресіне келе жатыр. Енді қазір алдарындағы балалар, тапсырманы орындап болдық, ендеше өзін-өзі бағалау парағындағы өздеріңді бағалай қойыңдар. Көбіректерді емсені жеп қоясың. Таксимді қоясың. Ендеше қасиетті жаттығуын өткізуге болады. Мен ақылды баламын. Яғни әрқайсың қазір балалар өздерінің аттарының есімдерін атап, қандай жақсы қасиеттерің бар айтып шығайық. 5 секунд уақыт бере ойлануға. Өзіңде қандай жақсы қасиет бар? Ал бір мақтайық өзімізді. Ал бастайық. Алина. Мен өтеп жарайсың. Нұрбек. Жарайсың. Өте тамаша. Нұраділ. Менің атым Нұраділ. Мен футбол жақсы көремін. Мен оқыпты баламын. Оқыпты баламын. Өте тамаша. Адият. Мен ақылды баламын. Өте тамаша. Жарайсың. Жансая, не айта аласың өзің туралы? Мен Жансаямын. Мен биді жақсы көремін. Өте тамаша. Санжар болды бізде. Менің атым Санжар. Мен футбол өте жақсы көремін. Мен сабақтарды жақсы көремін. Тамаша. Отыра ғой. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма балалар бізде. Мен қазір сендердің қолдарынан көбелектерді беремін. Бізде еще бар. Кімге керек? Нұраділге керек. Балалар, мен сендердің қолдарына көбелектерді бердім. Көбелек нені жақсы көреді? Гүлдерді жақсы көреді. Енді әр көбелектің артында балалар септік сұрақтары жазылған. Қараңдаршы, артын. Бар ма? Бар. Енді гүлді, көбелекті өз гүліне қондыр дейді. Яғни балалар артындағы сұрағын оқып, сол бойынша мына жерде гүлге әкеліп қондыру керекпіз. Кімнен бастаймыз? Ал Нұрбек оқы ғой. Кімде неде? Қай септіктің сұрағы? Жатыс септік дұрыс па балалар? Дұрыс. Келе ғой. Тапсыра ғой. Мына жерде жатыс септігінің гүлін тауып ал. Ортасына жазылып тұр. Жатыс септік атты ма? Тамаша. Келесі кімдай? Мен. Келе ғой. Кімді, нені? Кімді, нені? Қай септік? Табыс.
Жарайсың, отыра қой. Так, келесі кім дайын? Қанжар. Кімнің ненің? Қайсы кім сұрағы? Кімнің ненің? Кімнің ненің? Көмектесеттік пе? Кімнің ненің? Ілік сеттік, әрине ілік сеттік. Ма, жапсыра қой. Келесі кім дайын? Адият шыға қой, оқы қой. Оқы қой да сұрағын. Кімнен неден? Қай сеттік, Адият? Шығыс сеттік, жарайсың. Ма, жапсыра қой, Адият. Так, кім қалды бізде? Жансая, келе ғой, Жансая. Оқы қой. Кімнен? Кімнен? Ата, сеттік, әрине. Және қалды бізде? Нұратын қалды, е? Кіммен немен? Кім қалды? Кіммен немен? Кіммен немен? Қай сеттік? Көмектесіп. Көмектесіп жарайсың. Дұрыс па балалар? Өте жақсы. Қарастыра ғой. Балалар, біздің сабағымыз өз мәресіне келіп жетті. Енді қазір алдарында тұрған өзін-өзі бағалап парағын қарап санап шығып айтайық. Кімде қанша? Ал, Нұрбектен бастайық. Нұрбек, сенде қандай түс сендер? Қызыл ма? Сары түс көп пе? Жасыл түс көп пе? Жасыл түс көп. Нешеу? Төртеу. Сары түс бар ма? Қызыл түс бар ма? Жоқ, ендеше сенің мен түсінді деп есептеймін, е? Бүгінгі сабақты. Нұрладыл. Менде барлығы жасыл. Барлығы жасыл, жарайсың. Тамаша. Алина? Сенде де барлығы жасыл. Барын түсіндің, е? Тамаша. Так, Санжар? Менде жасыл барлығы. Бәрі де жасыл. Бәрін түсіндің, е? Септіктерді. Так. Жарайсың, өте тамаша. Жансая? Менде бәрі жасыл. Бәрі жасыл. Өте тамаша, керемет. Адият, сенде ше? Бәрі жасыл. Сенде де бәрі жасыл. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер бәрі бүгінгі сабақты бәрін де жақсы түсінді деп ойлаймын, не балалар? Ендеше қазір мен сендердің алдарыңа бір стикерден беремін. Сендер бұған бүгінгі сабақ бойынша өз тілектеріңді не ұнады, не ұнаған жоқ жазып біздің тілек ағашына жапсыруларына болады. Маған сабақ қатты ұнады. Мен жеті септікті білдім. Жарайсың. Тамаша. Мен сабақ түсіндім. Маған көбелектерді жабыстыруға ұнады. Жабыстырған ұнады. Тамаша. Жабыстырған. Балалар, күнделіктерді ашып, ертеңге итақыматын жазып алыңдар. 29-ші жаттығу 17-ші бетте. Сөздерді үйде септеп келесіңдер. Балалар, сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Сендерге көп рахмет.